Келесі видеом қызанақтарға арналады. Мына қызанақтар өсіпті мына жерде. Мынау алдында тұрғандар, мыналар баялдылар. Осының алдындағы видеода грядкада өсіп жатыр деп айтқам, соны үлкендерін өстіп пикировка жасап, жеке ыдыстарға отырғызып қойған болатынмын. Мына қызанақтар, мыналар да қызанақтар. Енді қызанақтар туралы айтатын болсам, мына тағы да қызанақтар жеке өсіп тұр. Басқа сұрып болған соң осылай жеке қойып қойдым. Мынау жартылай ащы доңған бұрыштары, қызанақтар. Мынау монгольский карлик деген қызанақтарым. Енді көшеті қашан дайын болады, қашан отырғызам белгісіз, бірағында бұл өзіме бұрыннан ұнайтын, өсіріп көрген жоқпын, бірақ бұрын көріп, видеосын көріп, жаңағы осы маған біреулерден өсіп жатқанын көріп, ұнаған сұрып болатын, соның тұқымын алдым. Енді қай уақытта өсіп дайын болады, сол уақытта отырғызамын. Мынау қызанақтар белый налив деген сұрып, мына осылай өсіп жатыр. Енді жаман емес, ептеп көлеңкелеу жерде тұр, бірақ көлеңке болғанда да енді мына жақпен салыстырғанда мына жақ қатты күн түседі. Сонымен салыстырғанда көлеңкелеу, ал дегенмен де жарық өте жақсы жер. Жылу бұл жерге де тарайды. Бұл жақ салқын деген сөз емес. Мына ең басын қарасаңыздар, ептеп мына жерлерде гүл пайда болып келе жатыр. Бірақ әлі гүлдері ашылып дайын болған жоқ. Бәрі бірдей емес, ептеп біразында гүлдер пайда болып келе жатыр. Мына гүл тұр тағы да. Ашылмаған гүлдердің түйіндері дейміз ғой, сондай пайда болып жатыр. Енді бүгінгі жұмысым мынау қызанақтарды жеке ыдысқа пикировка жасау керек. Мына түптері жуан, жақсы, пикировка жасауға ыңғайлы. Басқа сұрып қой, көрдіңіздер ма? Басқа сұрып болған соң жапырақтарда басқаша, жаңағы жалпақ, өзі басқаша болып, тұрпаты басқаша болып тұр. Мына баялдылар қасында, баялдыларда ептеп бір-біріне кедергі келтіре бастады. Енді үлгеріп жатсам бүгін, үлгермесем басқа күні бұларда пикировка жасайым. Мынау тәтті бұрыштар. Енді бұл видеом негізі қызанақтарға арнадым, бұл видеомды. Анау әр жақта да қызанақтар бар. Назарларыңызға рахмет. Менің видеом ұнап жатса лайк басыңыздар. Комментарий жазып, ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Енді және подписаться тетігін басып, каналыма жазылып қойсаңыздар.